домбыраны үйрететін болам. Домбыра тартудың ең оңай әдісі бар, соны айтатын болам. Яғни бұл сандар арқылы сандарды санап табу. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5. Яғни тек санап табасыздар. 5 болса 5-ші пернеден басасыздар, үстінен немесе астынан басып отырасыздар. Мысалы 4-ші перне болса 1, 2, 3, 4. Мысалы 5 пен 4. Жақсы адамдар мәнінде 5 пен 7 саны. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен 5, астынан 7. 5 қағыз тартам басында. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Алма кезек қағыз төменнен басталады. Әрі қарай тағы да бір қағыз. Сосын астынан 8-ші перне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жоғарыға. Сосын үстінен 5. Жаңағы сандар 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен 5-ші перне, астынан 7-ші пернені басамыз. Жоғарыға. Жаңа 8-ші пернені жоғарыға тарттық. Енді төменге тартамыз. 5 пен 7. Сосын 5 пен 5-ші перне жоғарыға. Үстінен де астынан да 5-ші перне жоғарыға. Сосын астынан 3-ші перне төменге. Сонда мынадай әуен болды. Сандары 5, 7, астынан 8, қайттан 5 пен 7, 5 пен 5, сосын астынан 3-ші перне. Көрдіңіздер ме? Оңай әдіс. Міне осы әдіспен үйрене аласыздар. Кім үйренгісі келеді, комментарийге жазыңыздар. Арнайы сызбасын беретін болам. Ал сіздерге сәттілік.